Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Көп су ішу зиян ба деп жазған екен. Соған сұраққа жауап бергім келіп отыр. Көп су ішкен зиян емес, бірақ та қай кезде зиян болады. Сіз егер тамақ ішпей ішсеңіз, тамақ ішпей тек қана сумен жүрсеңіз, сонда ғана сізге зиян болады. Өйткені сіздің организм тамақты керек уақытысында қажет қылады. Ал сіз ол тамақты ішпедіңіз, тек қана суды іше бердіңіз. Ол ағзаны стресске апарып соғады. Қалай суды ішеміз десең, бір адамға мысалы өзінің салмағына байланысты, кейбіреулер мысалы 1,5 литрден артық іше алмайды, кейбіреулер 2 литр ішеді, кейбіреулер тіптен 3 литр ішеді, кейбіреулер 3 литрді іше алмайды. Ол неге? Өзінің организмінің қаншалықты суды қажет ететіні. Адамдар келеді маған, толып кетеді. Я болмаса толмаса да шөлдеп тұрған талдар болады ғой, өсімдіктер. Сол сияқты қурап тұрады адамдар. Қурап тұрғанын қайдан білесің десеңіз, мына бет адамның айнасы. Сіздің ішіңізде не жетпей тұр, соның бәрін бетіңіз айтып тұрады. Ол бетіңіз жалтырап тұрса, ол сіздің суды мол ішіп, кәдімгідей уақытысымен тамақтанғанды көрсетеді. Және қажетті тамақтарды ішкендеріңізді көрсетеді. Мысалы, тамақ ішкеннен кейін бірден су ішудің қажеті жоқ. Ішіңіз суды көбірек. Бірақ тамақ ішкеннен кейін бір жарты сағаттан кейін, содан кейін кішкене шөлдеп бастайсыз ғой, сол кезде ішкен пайдалы адамды. Тамақ ішіп салып шу керек деп суды ішіп алудың қажеті жоқ. Кішкене шөлден кіргенде барып су ішсеңіздер, сол кезде тамақ сіңгеннен кейін көбіректен іше берсеңіздер, ол өте сіздің ағзаңызға пайдалы болады. Және ішектеріңізге, асқазандарыңызға өте пайдалы болады. Тамақты қорытқан, тамақты қорыту дейтінің өзі 6-7 сағат кетеді. Қорытуға, тамақты қорытатын уақыттың өзі. Ал біздер ертеңгісін тамағымызды ішсек, түсте тамақ ішетін болсақ, кешке тағы да ішеміз. Түсте мысалы мол тамақ ішіп қалса, кешке тағы да ішеміз. Өйткені түстегі тамақ бізде қорытылған жоқ, біз тағы да үстіне тамақты ішіп тастадық. Ол қайтеді? Ол ауру қылады бізді. Өйткені адамдардың қаншалықты сіз тамақ ішесіз, соншалықты қимыл әрекет жасау керек. Тамақтың энергиясы болады адамға, мына бойына сіңетін. Сонда сіз жаңағы тамақтың энергиясын шығаруыңыз керек. Соншалықты қимыл әрекет жасау керек. Сонда ғана сіздің тамағыңыз бойыңызға сіңетін болады. Ал енді тамақтың энергиясы бойыңызда қалды, күш берді тамақ сізге, сіз күшіңізді жұмсамадыңыз, ол энергия сізді ауыртпағанда қайда апарады? Ауыртады. Сондықтан тамақты ішкеннен кейін, ерте бірақ тамақ ішпей тұрып, су ішіңіз, міндетті түрде кейін тамағыңызды ішіңіз. Ал ертеңгі тамақ пен түскі тамақтың ортасында міндетті түрде су ішіңіз. Суды ішіңіз. Ал түскі тамақпен ішіп біткеннен кейін 40 минут, 1 сағаттың ішінде сіз шөлдей бастайсыз, сол кезде суды ішіп бастаңыз. Суды ішіп бастаңыз, келесі тамаққа дейін су ішетін болыңыз. Енді кей адамдарда суды өте көп ішуге болмайтын қай адамдарға? Жүрегі ауырса, бүйрегі ауырса, мысалы денедегі зәрді организм шығара алмаса, сондай жағдайда суды көп ішуге болмайды. Қалған адамдардың барлығына су ішкен зиян емес, су пайдалы. Сондықтан су мен тамақты екеуін біріктіре білейік. Мысалы, гүлге, бір өсімдікке, бірдеңкеге су құйдыңыз, су сіңбей тұрып алады ғой бойына. Суды өте көп құйып жібердіңіз сіз, су сіңбей тұрып, тамырды шіртіп жібереді. Ондай істемейік. Біз тамақты ішейік, тамақ ішкеннен кейін жаңағы шөлдеген кезде ғана суды ішетін боламыз. Сонда біз суды дұрыс ішеміз. Сонда ғана біз дұрыс денемізге жаңағы керекті дүниені аламыз. Сондықтан суды да ішіп жүрейік, тамақты да ішіп жүрейік. Аман болайық.